Мен енді шығармашылық адам ретінде жалпы өзім бойыма біткен мына өнеріммен, қылқаламыммен бүткіл осы еліміздің тәуелсіздігіне қызмет еткім келеді. Қанға біткен, қанға сіңген бір ұлттық бір нәрселерді бейнелегім келеді. Мен мына қазақтың қарапайым бір ошағын алып, оған деген бір манағы образ беруге тырысып тұрмын да мен. Тек ошақ деп қана алуға болмайды. Бұл бір күнделікті бір 3-4 мана отбасындағы бір әңгіме деп те алуға болады. Мен ойлаймын, біздің ұлтымыздың өзі сол бірігіп, оны әрмен қарай дамытса, тәуелсіздік мәңгілік болады. Тәуелсіз ел атануымызға септігі тиген республика күні әрбір қазақстандық үшін қасиетті күн болып есептеледі. Сондықтан оны біздің халқымыз өте бір қасиетті күн деп терең түсінуге тиісті деп ойлаймын.